Сәлем достар, сіздермен бірге Ақсәуле. Бүгінгі видеода осындай тиктоктағы ойыншық Жаба Ларисаны тоқимыз. Тоқу әдісі жеңіл, новичок болсаңыздар, алдын ала менің тоқу сабақтарымды көріп алыңыздар. Ссылкасын видеоның астына қалдырамын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетіңіздер. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Мынау қажетті құрал жабдықтардың тізімі, өздеріңізге скрин жасап алсаңыздар болады. Қазір Himalaya Dolphin Baby жібінің жасыл түсінен 2 воздушный петля тоқимын 4-ші номерлі ілмекпен. 1, 2, бірінші петляға 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, енді екінші қатарымызды бастаймыз. Бірінші петляға 2 столбик без накида тоқимын. Және де бірінші петляма маркер ілемін. Әрі қарай екінші петляға да 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Осыдан кейінгі басқа петляларға да 2 столбик без накидамнан қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Петлялар саны 12 болу керек. Екінші қатарымызды тоқып болдым. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Маркерді алып тастаймыз. Және бірінші петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Екінші петляға 2 столбик без накида тоқимын. 1, 2. Келесі петляға сразу маркерімді іліп қоям бірінші петляға. Енді келесі петлямыз, үшінші петляға 1 столбик без накида тоқимыз. 4-ші петляға 2 столбик без накида прибавка жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін 1 столбик без накида прибавка, 1 столбик без накида прибавка тоқып шығамыз. Петлялар саны 18 болу керек. Үшінші қатарымды тоқып болдым. Енді 4-ші қатарды тоқимыз. Бірінші петляны тоқим. 1, 2. Бірінші петлямызға маркер саламыз. Үшінші петляға 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Прибавка жасаймыз. Тағы 2 столбик без накида тоқимыз. Сосын прибавка жасаймыз. Бір петляға 2 столбик без накида. Осылай қатардың соңына дейін 2 столбик без накида прибавка, 2 столбик без накида прибавка қылып тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 24 болу керек. 4-ші қатарды аяқтадым. Енді 5-ші қатарда біз 3 столбик без накида тоқимыз. Бірінші петляға маркер ілеміз. Және прибавка жасаймыз. 1, 2. Тағы 3 столбик без накида тоқимыз. Тағы прибавка жасаймыз. 1, 2. Осылай қатардың соңына дейін 3 столбик без накида прибавка тоқып шығамыз. Барлық петлялар саны 30 болу керек. Мен 5-ші қатарды тоқып болдым. Енді 6-шы қатарда 4 столбик без накида тоқимын. 1,
2 маркерді ілем бірінші петляға, 3 4 прибавка тоқимыз, 1 2 тағы 4 столбик без накида тоқимыз, 2 3 4 тағы прибавка жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін 4 столбик без накида прибавка тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 36 болу керек. Мінекей мен 6-шы қатарымды тоқып болдым. Енді 7-ші қатарды өзгеріссіз 36 столбик без накида тоқимыз. 7 және 12-ші қатар аралығында, яғни 6 қатар 36 столбик без накида тоқисыздар өз беттеріңізше. Достар, мен 12-ші қатарымды тоқып болдым. Енді әрі қарай 13-ші қатарымызды бастаймыз. 13-ші қатардан бастап қысқартулар жасаймыз. Қазір 4 столбик без накида тоқимыз. 1 2 бірінші петлямызға маркер ілеміз. 3 4 енді 2 петляны қысқартып тоқимыз. Қысқартқанда мына петляның жоғарғы жағынан қарағанда өрім тұрады. Сол өрімнің бергі жағындағы жібі, содан ілмекті өткіземіз және қасындағы петляның тоже бергі жағы жібінен өткізіп, екеуін қосып, осылай тоқып жібереміз. 2 петлядан өткіземіз. 2 петлядан тағы өткіземіз. Осылай қысқартамыз. Енді әрі қарай тағы 4 столбик без накида тоқимын. 1 2 3 4 тағы қысқарту жасаймын. Өрімнің бергі жақтағы жібінен ілмекті өткіземіз. Екінші петлядан да дәл солай жасаймыз. Жіпті 2 петлядан өткіземіз және қалған 2 петлядан өткіземіз. Мінекей осылай қатардың соңына дейін 4 столбик без накида қысқарту жасап тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 30 болу керек. 13-ші қатарымды аяқтадым. Енді 14-ші қатарды бастаймыз. 3 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 маркерді ілеміз. 3-ші столбик. Енді қысқарту жасаймыз. 2 петляны бірге қосып тоқып жібереміз. Енді тағы 3 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 тағы қысқарту жасаймыз. 2 петлямызды қосып тоқып жібереміз. Осылай қатардың соңына дейін 3 столбик без накида қысқарту қылып қайталап тоқисыздар. Барлық петлялар саны 24 болу керек. 14-ші қатарды тоқып болдым. 15-ші қатар 2 столбик без накида тоқимын. 1 2 маркерді ілем бірінші петляға. Енді тағы убавка. 2 петляны қосып тоқимыз. 1 2 осылай 2 столбик без накида қысқарту қайталап тоқисыздар.
қатардың соңына дейін петлялар саны 18 болу керек. 15-ші қатарымызды аяқтап болдық. Енді 16-ші қатар бір столбик без накиді тоқимыз. Бірінші петляға ілмекті ілеміз және қысқарту жасаймыз. Екі петляны қосып тоқып жібереміз. Тағы да бір столбик без накиді. Тағы қысқарту жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін бір столбик без накиді қысқарту жасап шығасыздар. Барлық петлялар саны 12 және де осы қатарда ішіне холофайбер салып толтырсаңыздар болады. 16-ші қатарымызды аяқтадық. Мен ішіне енді холофайбер салып толтырамын. Синтепон салып болдық. Енді қазір 17-ші қатарымызды тоқимыз. Маркерді алып тастаймын. Соңғы қатар. Бұл қатарда енді тек қысқартулар жасаймыз. Қалған петлялардың барлығын екі петляны қосып тоқып қысқартамыз. Мінекей бірінші петлям, екінші петлям, қысқартып тоқимын. Келесі петляларды да осылай қысқартасыздар. Бірінші петляға маркер іліп қойыңыздар. Келесі петля міне мынау. Бергі жіпті алам. Ілмекті өткізем. Екіншісінде солай. Екеуін қосып тоқып жібереміз. Осылай қалған петляларды да өз беттерінше қысқартып шығасыздар. Мен қатарымды аяқтадым. Енді маркерді алып тастаймын. Және де осы қатарды соединительный столбик жасап жабамын. Қазір қайшымен жіпті қырқып тастаймыз. Кішкене жіп қалдырамыз. Тігуге соңғы қатарды инемен жабатын боламыз. Осындай көзі үлкен ине қажет болады. Енді әрі қарай петлялар осының бергі жағындағы жіптен әр петлядан осылай өткізіп шығасыздар. Осы не жабылғанша, дөңгелектің ішіндегі тесігі жабылғанша осылай тігеміз. Тартып қойыңыздар жіпті. Мен 4-ші петлядан өттім. Енді қазір 5-ші петлядан өтейін деп жатырмын. Өткіздім. Болды. Енді жібімізді, жоқ, мына жерде тағы бір петля қалды. 6-ші петлядан өткізем. Енді әрі қарай жіпті осылай ортасынан өткізіп жібереміз. Және кез келген бір жерінен шығарамыз. Осылай шығарамыз. Және де оны екі түйіндеп, қатты тартпаңыздар, ортасы тартылып қалады. Екі түйіндейміз. Бір, екі, және осы шығарған тесіктен қайттан инені өткіземіз. Енді екінші мына жерден шығарған жіпті де қайтадан түйіндеп, осылайша қайтадан өткізіп, басқа жерінен шығарасыздар. Соңында артық жіпті қырқып тастайсыздар. Қазір біз көзін тоқимыз. Екі воздушный петля жасаймын. Бір, екі,
Бірінші петляға 6 столбик без накида тоқимын. Бірінші қатарды аяқтадық. Екінші қатар әрбір петляға бір столбик без накидамнан тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 12 болу керек. Екінші қатарымызды аяқтадық. Енді үшінші, төртінші қатарды өзгеріссіз 12 столбик без накида қылып тоқып шығасыздар. Екі қатар тоқып болдым өзгеріссіз. Енді қатарды соединительный столбик жасап жабамыз және тігетін жіп қалдырып қоямыз. Осылай тағы біреуін тоқисыздар. Міне мен тағы біреуін тоқыдым. Үшінші және төртінші қатардың арасына осылай көзді өткізесіздер. Менде 12 миллиметрлік көз және тігуге осылай жіп қалдырдым. Қазір біз қолын тоқимыз. Ол үшін 2 воздушный петля жасап, бірінші петлямызға 6 столбик без накида тоқып шығамыз. Бірінші қатар аяқтадық. Екінші қатар енді өзгеріссіз тоқылады. Екінші және үшінші қатарды осылай 6 столбик без накида қылып тоқып шығасыздар. Бірінші петляға міндетті түрде маркер іліп қойыңыздар. Немесе санап отырыңыздар, шатасып кетпес үшін. Тағы 2 қатар 6 столбик без накида тоқыңыздар. Мен 2 қатар тоқыдым өзгеріссіз. Енді соединительный столбик жасап қатарды жабам. Үшінші қатарды және тігетін жіп қалдырамын. Және де қолын осылай тағы біреуін тоқисыздар. Ал аяғын тоқыған кезде тек 2 қатар тоқисыздар. Бірінші қатар 6 столбик без накида, сосын екінші қатар. Аяққа 1 қатар қысқа болады. Қазір біз Himalaya Dolphin Fine жібінен, ақ түсті жіптен біз ішін тоқимыз. Метражы 100 грамм 175 метрге. Үшінші номерлі ілмекпен тоқимын. Ол үшін біз 2 воздушный петля жасаймыз. Жібіміз 1, 2, бірінші петляға 6 столбик без накида тоқисыздар. Бірінші қатар тоқып болғаннан кейін осылай жіпті тартасыздар ортасы жабылу үшін. Енді екінші қатардан бастап әрбір петляға 2 столбик без накидамнан тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 12 болу керек. Екінші қатарымызды аяқтадық. Енді үшінші қатарда 1 столбик без накида тоқимыз. Бірінші петлямыз 1 столбик без накида и прибавка жасаймыз. 1 петляға 2 столбик без накида. Осылай қатардың соңына дейін 1 столбик без накида прибавка жасап тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 18 болу керек. Төртінші қатарымызда бастаймыз. 2 столбик без накида тоқимын. 1, 2 және прибавка жасаймын. Бірінші петляға маркер іліп қоям. Және үшінші петляға прибавка жасаймын. Тағы да 2 столбик без накида тоқисыздар. Содан кейін тағы прибавка жасайсыздар. Яғни қатардың соңына дейін 2 столбик без накида прибавканы тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 24 болу керек. 5-ші қатарымызды тоқимыз. 5-ші қатарда 3 столбик без накида жасайсыздар. 2 маркер ілеміз бірінші петляға. Үшінші столбик. Енді прибавка жасаймыз. 1 петляға 2 столбик без накида.
тағы да 3 столбик без накида тоқимыз және тағы прибавка жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін 3 столбик без накида прибавканы қайталап шығасыздар. Барлық петлялар саны 30 болу керек. 6-шы қатарымызды тоқимыз. 6-шы қатарда біз 4 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Бірінші петляға маркер ілеміз. 3, 4. Прибавка жасаймыз. 2 столбик без накида бір петляға. Тағы 4 столбик без накида және прибавка тоқисыздар. Қатардың соңына дейін осылайша қайталап шығасыздар. Барлық петлялар саны 36 болу керек. 6-шы қатарды аяқтадық. Енді осылай денесіне қойған кезімізде осындай болып тұрады іші. Енді 6-шы қатарды жабамыз. Соңғы петлядан кейін соединительный столбик жасап, осылай тігетін жіп қалдырып, басқа жіпті, артық жіпті қырқып тастайсыздар. Мінекей мен барлық детальдарын тоқып болдым. Қолдары, аяқтары, көзі, іші және наполнителін салып тіктік. Енді әрі қарай барлығын денесіне тігетін боламыз. Бірінші көзін тігеміз. Төбесінен примерно осы жерге 2-3 қатар тастап, 2 қатар или 3 қатар тастап, осындай жерге тігіп шығасыздар көзі үлкен инемен. Мінекей мына жерде денесінен жіп іліп аласыздар. Осылай және көзінен өткізесіздер осылай. Осындай әдіспен 2 көзін тігіп шығасыздар. Көздің ішіне кішкене холофайбер салып толтырып қоясыздар. Сосын до конца тігіп тастаймыз. Және де қалған жіпті 2 түйіндеп тығып қоямыз денесіне. Қалай жасадық жіпті, қалай тықтық, көзін тіккен кезде де дәл солай тығасыздар. Мінекей мен 2 көзін тігіп болдым. Енді қолын көзден 2 петля тастап тігесіздер. 2 петля тастайсыздар да кішкене бері қарай, алдына қарай қарап тұратындай, бір кішкене ғана жылыстып, осылай тігіп шығасыздар 2 қолын. Қолдың ішіне ештеңе салмаймыз, іші бос. Енді қарнын тігеміз. Қарнын шамамен осындай жерде, осы жерде тігемін мен. Астынан санағанда 3 қатардай тастаймын. 3 или 4 қатар. Басқа детальдарын қалай тіктік, дәл солай қарнында тігіп шығасыздар. Бірінші денесінен өткізем инені. Енді қарнынан осылай бір петлясынан өткізем. Сосын келесі петляға инемді саламын. Мінекей осы астынан сразу денесіне тігіп жіберемін. Яғни қарнын көктеу тігісі сияқты әдіспен тігіп шықтым. Қарнын тігіп болғаннан кейін жіпті тағы 2 түйіндеп тығып қоясыздар ұштарын. Қазір аузын тігетін боламыз. Шамамен осы жерден қара жіпті инеге өткізіп тігесіздер. Мен жіптің ұшын түйіндедім. Енді ортасына салам. Екінші шетінен шығарам аузын. Осылай галочка қылып жасайсыздар аузын.
мінекей осындай қылып тігіп болған соң жіптің ұштарын екі түйіндеп қат тартып жібермеңіздер, осылай кішкене бостау қылыңыздар. Тегіс болу керек жіп. Тігіп болғаннан кейін екі түйіндеп жіптің ұшын тығып тастайсыздар. Артық жіпті қырқып тастаймыз сосын. Енді бақаның бетіндегі румянецін тоқимыз. Осындай ашық түсті розовый жіптен тоқып жатырмын. Ол үшін екі воздушный петля жасап, бірінші воздушный петляға 6 столбик без накида тоқимын. Енді қатарды жабамын. Соединительный столбик жасап жабамыз. Және жіпті қырқамыз. Кішкене жіп тігуге қалдырамыз. Жіпті шығарып тастаймыз және ортасындағы жіпті осылай түйіндеп қайшымен қырқып тастаймыз. Инеден өткізіп, енді бетіне тігіп шығамыз. Бірінші денесіндегі петлядан өткіземіз, одан кейін бетіндегі петлялардан. Осы видеодағыдай әдіспен екі бетін тігіп шығасыздар. Бетін тігіп болғаннан кейін жіпті екі түйіндеп тағы ұштарын тығып қоясыздар. Достар, мен бақамды тоқып болдым. Екі аяғын тіктім. Аяғын мен қолынан екі қатардай тастап тіктім. Көлемі осындай мөлшерде шықты. Және де басына осындай шапка тоқыдым. Клубника шапкасын, құлпынай. Және де қолына кішкентай құлпынай тоқып бердім. Егер де сізге осының шапка мен құлпынайдың тоқу видеосы керек десеңіздер, онда көбірек лайк басыңыздар және комментарийге жазып өтіңіздер. Мүмкін келесі видеода описаниясын шығарамын. Осымен менің видеом бітті. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, онда экранда шыққан басқа видеоларға да өтіп қараңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.